Сәлем тапқырдыстар. Бүгін менің каналымда қызықты видео. Менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге қай елдің туады ойыным. Барлық сұрақ жинағы 20 болады. Ойлануға 7 секунд уақыт беріледі. Ендеше тапқырды алғыр достар, біз ойынымызға кезек берейік. Бұл менде бірінші жинағым. Қай елдің туы деп ойлайсыздар? Бұл менде Жапония мемлекетінің туы. Өте оңай болды деген ойдамын. Екінші жинағым өте қиын болады. Қай елдің туы деп ойлайсыздар? Бұл менде Бразилия мемлекетінің туы. Үшінші жинағым қай елдің туы деп ойлайсыздар? Қиынырақ болады. Бұл Германия мемлекетінің туы. Төртінші жинағым. Бұл да суретіне қарап табу өте қиын болады. Бірақ бұны мен айтпасам да тауып қойдыңыздар деген ойдамын. Бұл Мексика мемлекетінің туы. Бесінші жинағым. Қай елдің туы деп ойлайсыз? Бұл өте оңай болды. Ұлыбритания мемлекетінің туы. Қиын да болмады, енді қиын да тайын. Бұл енді 6-шы жинағым. Ойланып көрдіңіз бе? Бұл Канада мемлекетінің туы. Сіз дұрыс таптыңыз ба деген ойдамын. 7-ші жинағым. Бұл қай елдің туы деп ойлайсыздар? Бұл өте оңай. Бұл Франция мемлекетінің туы. Бұл да қиынырақ болады. Бұл менде 8-ші жинағым. Бұл менде Португалия мемлекетінің туы. 9-ші жинағым. Бұл жайлы сіз көп естігенсіз. Және де өте ең оңай мемлекеттен бірі. Сіз бұны тез тауып қойдыңыз. Бұл Индия мемлекетінің туы. 10-шы жинағым. Қай елдің туы деп ойлайсыз? Бұл қиынырақ, бірақ жауабына келсек, Аргентина мемлекетінің туы. Қатарымен қиын болады, сондықтан да тез ойланып көріңіз. Бұл Марокко мемлекетінің туы. Марокко жайлы естігенсіз бе? 12-ші жинағым. Бұл өте оңай болады. Бұл Нидерланды мемлекетінің туы. Қай елдің туы деп ойлайсыз? Қиынырақ болады, бірақ тауып алдыңыз. Бұл Греция мемлекетінің туы. 14-ші жинағым. Қиындарының бірі. Бұл бірақ қысқа атауы Перу мемлекетінің туы. 15-ші жинағым. Бұл өте оңай болады. Сіз бұл жайлы көп естігенсіз. Бұл Қытай мемлекетінің туы. Келесі 16-шы жинағым. Қай елдің туы деп ойлайсыз? Бұл Египет мемлекетінің туы. Келесі 17-ші жинағым. Қай елдің туы деп ойлайсыз? Бұл Польша мемлекетінің туы. 18-ші жинағым. Бұл қай мемлекеттің туы деп ойлайсыз? Бұл Бельгия мемлекетінің туы. Бұл қиын болады, сіз бұл жайлы естімегенсіз де. Бұл Норвегия мемлекетінің туы. Келесі ең соңғы сұрағым өте оңай болады.
Бұл менде 20-шы жинағым. Бұл Оңтүстік Корея мемлекетінің туы. Бұл жайлы сіз көп естігенсіз. Назарларыңызға рахмет. Қай елдің туы ойыным аяқталды. 20 сұрақтың қаншауына дұрыс жауап бердіңіз және 20 сұрақтың қаншауы сізге қиын болды. Каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар.